Қызғалдақ гүл жылғаны үшін 12 миллион теңге штраф салу дұрыс па? Дұрыс. Не үшін? Ну, в Красную книгу уже занесено. Дұрыс емес сияқты. Ну, ситуативный сұрақ екен. Иә. Мысалы егер ол біліп отырса, қызыл кітапта жатқан. Мен дұрыс емес деген себебім ол құнына байланысты сияқты. 12 миллион тым артық сияқты. бір гүл үшін 12 миллион. Жарайды бір 200 мың жетеді сияқты. Дұрыс. Это, получается, единственный экземпляр по всему Казахстану. Зачем его вырвать? Тем более я биолог. Қанша миллион? 12 миллион. Почему бы и нет? Потому что басқаша адамдар не научатся ценить нашу природу. Это база, по идее, знать единственные экземпляры в нашем Казахстане. Это не так уж сложно знать. Дұрыс емес ол. Неге десеңіз, өзі өсіп атқан табиғаттан миллион пәленбай ғасырдан бері өсіп жатыр. Одан алдында қанша рет жылды мысалы да, сонда да шығып атқан нәрсе ол. Сон жылға Енген дейді ғой. жоқ, қызыл кітапқа енген дұрыс, енді енген болса, он жылса қайтаға келесі жылына одан көп шығады. Неге десеңіз, ана тұқымы қолда жүріп ары бері шашылады да, ол көбейеді ол барған сайын. Қызғалдақ гүлін жылғанға 12 миллион теңге штраф салу дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын, иә? Сатып алу керек тек. Сатып алу керек. Өсіп тұрған жерден жұлуға болмайды.